Қайырлы күн. Эфирдің басын әнмен бастаған жөн көрсек. Өзім жөн көріп тұрмын. Сондықтан ән айтып жіберсем қалай? Жалын кешкен, жаным дестен, күндер қайда қарағым, бір еткізген, шықпас естен, мөлдіреген жанарым. Бір еткізген, шықпас естен, күндер қайда қарағым, бір еткізген, шықпас естен, мөлдіреген жанарым. Ой, жарайсыз, Бекзат, келіңіз. Сізге енді жаңа әніңізді арнап жатсыз. Сізге сыйға тартамыз, қара тершіктелген, ешқандай да қоспасы жоқ. Үздік шай деп айтқым келеді. Сіз әбден лайықсыз. Жайғасыңыз. Енді жаңа әндетіп бастап жатырмыз. Жаңа бір енді жақсы бір жаңалықпен басталып жатыр деген болатын бұл. Шынымен де бүгін бір ерекше күн. Мұның бір себебі, бүгін Аягөз қызымыз өз әулетінен ұзатылып бара жатыр. Яғни бүгін ұзату той болады. Аягөздің шаңырағында, отбасында Әлішер бұйыртса барып ұзатып алып кетеді. Енді біз сәттілік тілейміз, жақсы өтсін, той абыроймен өтсін дегім келеді. Енді кеше білуімше құдалық болған екен. Барлығымыз енді Инстаграмнан қарап бақылап көріп отырған жайымыз бар. Оны да жақсы өткен деп естіп жатырмын енді. Бүгін ұзату тойы ғой, абыроймен өткізіңіздер дегіміз келеді. Тек сәттілік тілейміз және құрметті көрермен, біз сіздерді де тойға шақырамыз. Себебі 14 қазан күні Әлішер мен Аягөздің үлкен үйлену тойы болады. Біздің студиямызда осы жерде қонақтар болады. Міндетті түрде 14:30-да Еуразия бірінші арнасын қосуды ұмытпаңыздар. Тойға сіздерді шақырып қойдық. Ал сол тойды керемет думанды өткізіп алмаңыздар. Әлішер мен Аягөздің қуанышына куә болатын боламыз. Ернұр? Я, баласы ханым, қайырлы күн. Қайырлы күн қазақ елі. Бүгін енді өзіміздің достарымыз кереметте атаулы күнмен шын жүректен құттықтаймыз. Енді құдалықтар керемет өткен екен. Желден былай өзімізде хабардар болып жатқан жайымыз бар. Тілдесіп жатырмыз енді бүгінгі. Ұядан ұшайын деп жатыр ғой Аягөз. Сондықтан кішкене қобалжулар болатын болса, тек қана бақыт тілейміз сіздерге. Біз сіздермен біргеміз. Бұйырса сол жақта бүгін бой көрсетіп қаламыз, Құдай қаласа. Кішігірім енді қызметіміз жасап, одан соң үйге алып келген кезде барып думандатып, тойлатып, біз сіздермен біргеміз. Сондықтан тағы да атаулы күндеріңіз құтты болсын, барлығы сіздерде жақсы болсын дегіміз келеді. Айтқаныңыз келсін. Содан жаңа мен біздің парақшамыздан Қосылайық бағдарламасынан көріп қалдым. Қол күрес болып жатыр екен. Бірақ мен күтпедім мұндай жағдай болады деп. Ринат пен Диас қол күрес жасаған және ол жерден Диас жеңіп кеткен. Қалай? Диас, жарайсыз. Енді біз сіздерге қарап, мен Ринат жеңіске жететін шығар деп ойладым, бірақ қол бар, күшіңіз қолыңызда болып тұр ғой, Диас. Қалайсыз, баласы ханым? Керемет. Бұл жеңесің енді оңай болмады деп. Жоқ, қарсыласым жақсы күресті, бірақ жеңіс менде болды. Жеңіс менде дейсіз. Бұлай негізі менің арғатам штангист болған. Содан дарыған бір не шығар. Дарыған қойсыз. Иә. Сөйтіп, қол күресіп, жеңіп, қуанып кеттім менде. Бұлай арпсың, сол. Осыда пайдаланып, баласы ханым үміткер шақырасайын деп едім. Кешесі ана бір музаң жоқ, бірдеңе деп атыр едіңіз сол. Музам жоқ менің. Маған муза болатын қыз келіңіз сіз. Сіздің... Маған муза болып, сізге өлең шығарып, екеуміз бір керемет танысықты бастайық деп айтайын деп. Жақсы. Осы сәтті пайдаланып шақырып жатыр. Ау? Я менде ол жайттың несі болды да, көрдім да сол көріністі. И айтқым келеді да, Ринаттың осы жерде кәдімгідей доказательство болды да, барлық күші қолында емес, тек қана тілінде болып тұрды. Баласа ханым, менде оң қол емес, менде сол қол ғой. Біз ол жерде екі рет болған, бірі оң қол, бірі сол қол. Мен просто тілмен жақсы жұмыс жасайсың, болды, соны айтасың. Баласа ханым, тілмен де жақсы жұмыс істеймін, басқа жермен де жақсы жұмыс істеймін. Қой, кешті қыл. Қыздар, жігіттер, жақсы ары-қарай кетудің қажет жоқ. Оң қолмен ұтылып қалса, негізімен басқа жақпен күресетін өмді тақ жылтау тауып болады да. Бұған сенудің қажет жоқ. Гәупиген ден екен әшейін бүгін дәлелдеді кәдімгідей.
Жақсы, Ринат, не болды сізге? Енді жеңген екен, сәттілік тілеп қоя салсаңызшы. жоқ соны сәттілік тілеп жатырмын балауса ханым Иә? айтып тұрмын ғой мен де сол қол деймін көбіне біз оң қолмен де сол қолмен де күрестік оң қолда ол Енді ел сол сонша қолда мен ел. ақталып, соны айтып не керегі бар, жақсы. Ой, жігіттер, кейде бала сияқты болып кетесіздер өздеріңіз енді. Айтып, және де асты құттықтап жатқан, енді біз бағдарламамызды бастайық, және де ортаға Ғалымжанды шақырамыз. Келіңіз. Құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін Ғалымжанның үміткері келді ме, жоқ па, бірге көретін боламыз.